жаңағы қиналып келіп жатыр. Бұлай ғана қасиет нәрсені бүйтіп қалсағанның не пайдасы ол? Домбыра бетінде жатыр. Ол біртіндеп келтіреді оған. Қазір қайта қолдарында домбыра ұстағанның өзі бақыт. Болса бір жақсы адаммен кездесіп қаласың, жаңағы Қаршекең сияқты, Қаршыға деген ағалар қандай ғаламат адам. Өмірдің үстінен үлгі алатындай осындай адамдар аз, жақсы адамдар. Сондықтан жақсыға жақын жүру керек. Жаманнан жаныңды сатып ал деген бұзықтар жаңағыдай. Бізде бұзық болғанбыз, бірақ біз тәртіпті бұзық болғанбыз. Ақылды тентек. Ақылды тентек. Бауыржан Момышұлы аталары сияқты. Асқар Тоқбаған, режиссер қазақтың Нұрғиса Тілендиев, Асқар Сүлейменов. Асқар Сүлейменов, олар шоу, ұлы жазушылар бар. Сол созақта менің досым Қаршыға деген азамат осында налоговыйдың департаменттің төрағасы болған. Кеше Дударайдың ескерткіші қойып Қорғалжынға махаббаттың символы жаңағыдай. Мынау Ашкөл, Түшкөлдің алдында біздер сол жақтан Дәулет Мұқтыбаев деген қонышты соған ескерткіш, сол кісіге ескерткіш қойғанбыз. Кенжебек Рысбеков деген халық әртісі. Ол кісіге ескерткіш қойылды. Өнер адамдары мысалы осы біздің Қорғалжың, осы өзгелер көп. Осында ескерткіш Дина апамыздың атында, Аралап жақта Құрманғазының атында ескерткіштер, Жамбылдың, Бауыржанның. Олар енді көптен түскен жоқ, бәрі елімдер, жерімдер. Ал күй жазушылар аз, ән жазушылар Құдайға шүкір аз емес. Сондықтан сендер домбырамен басқан екенсіңдер. Сендер саусақтарына Құдай сырқат береді. Ұстазыңыз кім болған? Ұстазыңыз кім болған? Семейде оқыдым, Қадыр Досбиланов деген мұғалімде. Одан консерваторияда Мәркездар Аубакыров деген профессор, зат кафедра, өнер қайраткері, домбырашы, композитор, дирижер жаңағы тоқсымен ұстазым болған. Одан кейін Нұрғиса Тілендиев 16 жыл осылай жүргенбіз. Осындай менің ұстаздарым. Бірақ ұстаз деген кім кеңес бере алады, кім ақыл айта алады, саған жол сілтейді жаңағы. Сен өмірде адаспау үшін бір арнаға салған адамды ұстаз деп айтуға болады. Ол бәрі сенің жанында жүру шарт емес. Кішкентай ғана ақылың өзі сен өмір бақи соны кетуің мүмкін. Жаңа бұл сөзінде айтып қалдым ғой, Асқар Сүлейменов неге үміттер айтпадым өйтпеді. Асқар Сүлейменовті ұстаз санайсыз деп есептеймін. Төлеген Молбеков атағында сол жақта Асқар Сүлейменов, жақта ақын Жұматай Жақыпбаев деген қалды болған. Анау Қажытай Ильясов деген Ақселеу Сейілбеков менің анасы, Есбек Айтовтар да осы жерде. Анау Ұлықбек Есдәулет, Тыныштықбек Әбдікәкім, Серік Ақсұлтан міне Ғалым Жайлыбай міне кеше ғана мемлекеттік сыйлықты бірге алғанбыз. Ақын достарыңыз көп екен, ал өзіңіз де өлең жазатын қасиетіңіз бар ма? Айналамда ақын болмаса жазасың сен. Қайта қарайсың, қайта кейде бір әсер ететін бір өлеңдер болады. Соған қарай бәрін жазамын да, артынан қайтадан өлеңді көріп жазуға тура келеді. Ол өлең болғаннан кейін әлі сөйлейтін шегедей болу керек. Кереметпен сол аз жолға бәрін сыйғызатындай болу керек. Абайдың өзінің тағдыры қарап отырсаңыз, жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны бойла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, күнә қоймады. Осы 4 жолға бүткіл тағдырын сыйғызып жүрдім. Қалдарын былай. Сәкен мырза, сізге күйші болуға кім әсер етті? Күйші болуға кім әсер етті? Жаңа өмір әсер етті. Ол үшін жаңағы халықтың әндерін, күйлерін, әбден бойына сіңдіріп алғаннан кейін
барып келетін. Қазір күйші жазатындар жаңа Әбдімомын Желдібаевтың ерке сылқымы күйін тыңдап отырсыңдар. Жалпы ойнап отырсыңдар. Иә? Сосын көңіл толқыды. Ақжауын деген күйіміз бар. Иә? Қадау-қадау. Ал енді халықтың күйін тартқанында, халық композициясының күйін тартқанында біз, бірақ енді сол қоғамда жұрттың ұлылардың күйін тартқан ұзақ жүруге болмайды. Өз жаныңнан да талпыну керек. Болмасаң ұқсап бақ. Ертең сендерден шықпаса қазір күйші деген күй шығарушы, домбырашы орындаушы. Оны шатастырмау керек. Сазгер деп жатады, композитор, күйші ол өзінің жанында. Домбырашы орындаушы. Сендердің араларында күйшілер көбірек шықсын деп, осы сөздің жерде қалмасын деп айтып отырмын. Тышқан ұстамаған мысықтың өз жексұрын көрінеді керек. Күй жазу керек, сендер жазасыңдар. Құрметті Секен ағай, сіздің біздің мектебімізге келгеніңіз үшін өте қуаныштымыз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Құдай тіл көзін сақтасын. Саусақтарына Құдай сырқат бермесін. Басқа дейін. Жалпы бір қызық айта кетейін. Бұл мектеп енді көбінесе математикаға бағытталған мектеп болғанымен балалардың бәрі домбыраға әуес. Ата-аналар айтып, үйге барып, есеп шығармасында домбыраларын тыңдап отырады. Бұл да математика болды. Сондай бір құпиясы бар. Домбыра уақытында дәрістер домбыраға үзілмейді бізде. Әр сыныпта дәрістер шығып уақытта домбыра сыналған, мектептің оқушылары домбыраға маңыздылары өте керек болады. Домбыраның өніміне үздікке шығару керек те, домбыраның өніміне сабаққа кіргізетін дейді. Баяғыда Евразия университетінде Нұрғисаның ақылын енгізіп, ректор айтып сол оқытады. Қазірге дейін сол. Ал мысалға Қытайда Үрімші жағында Ақжауын деген күйіміз 20 жылдан аса, мына ауа райында соның фонында жаңағы Ақжауын орындалып тұрады, ауа райын көрсетеді. Бір ұйғыр, анау таза Қытай, көбісінде шөкімдей шашы бар, қазақша білмейді. Ал бұлған аударманың керегі музыкаға. Ән емес бұл күй. Оған көкірек көз уақытты саңылау керек. Сіздің мектептің оқушылары сіздің мектептен қоңырау ашып сіздің өзінің сабағына Көңіл толқын бізде қазір қоңырауда көңіл толқын. Японияға барғанда жаңағы күйдің тарихын сұрайды. Аннотация қысқа нұсқа болу керек. Не айтарын білмеймін, енді тағдырымды айтып отырамын. 2 жасында 2 кішкентай ана жандар деген балалар ерте шеттеп кетті. 7 айда тіл шығып 11 айда жүрген балалар бар. Сонда қасіреттен іштегі жатқан шыққан дүниелері. Ол Японияға барғанда қысқа нұсқа не айтады? Күй Семей, Невада, Хиросима және Нагасакиға арналған деді. Жыламаған жапон жоқ, және қайтадан сұрақ. Бұл күйдің қатпаған ештеңе жоқ. Ол айтайын деген оны күйдің доступны болу үшін. Негізінде ол күйді ертегілерін айтып жатады, ол тыңдату үшін жаңағы. Сондықтан Ақсақ Құлан деген күйді естіңдер. Халық күйі арыда. Ал енді сонда жеткізу үшін жаңағы айтылған. Домбыраның көмейін, қорғасын күйін деген сияқты. Олай болды ма, болмады ма, сол қорғасын сол ізі қалды. Аңыз ертегі бәрін. Сол кезде Ақсақ Құлан, қазір Ақсақ Құлан емес, анау жасқа қосылып ат қайдандар жаңағы. Жылдам ойнады. Жылдам күй көтермейді. Ол сабырлықты, нақысты күйді. Тек қана техникаға салып жаңағы жастар. Ол алдындағы ұстаздардың айтпағанын кесір. Ана Қаршық Ахмедият деген ағаларың болып, ол сақтасын. Домбыраның шаң шығатын жаңағы. Сондай техникасы керемет адам болды. Қазақстанның халық әртісі. Қазақстанның халық әртісі сол кісіден кейін ол кісі мемлекеттік сыйлықты алған. Қазақстанның халық әртісі алған. Мемлекеттік сыйлықты мен сол кісіден кейін 41 жылдан кейін алып отырмын. Осы өнерге деген берген бағасы.
былтыр Қазақстан халық әртісі алуы 25 жылдан кейін өшіп жауып тастаған. Сондықтан бұл қазақтың тіліне деген жауға жетеді. Қазақтың өнеріне, салтына, дәстүріне деген. Онсыз біз ел болмаймыз, қазақ болмаймыз. Сондықтан сөзіңнің сиқы түзелмей, көзіңнің жасы құрғайма дейді. Сондықтан сендер көп мән беріңдер. Сендер үзіліске шыққанда орысша сөйлейтін шығасыңдар деп ойлаймын. Ана зерделіп, мектепте оқығаннан кейін намыс деген болу. Фамилияларыңды оқ деген нәрсені жою керек. Менен әлі көйлек алдай кетеді. Бірақ мені 2000 жылдардан қарай оқ деген дейді. Бауыржан Момышұлы. Батыр жалғыз қазақ, Бауыржан Момышұлы. Танышып, маған әсер еткен, маған кішкене қасірет, жұмақтың шешімі сол табиғаттың өзі берді.
әкесі көріп алдан шығып төлеген көтеріп алып балам жыламас сенің шешең енді саған да жоқ маған да жоқ сенің көз жасыңды көрсем менің жүрегім жылайды маған уәде берші енді жыламаймын деді оның әкесіне уәдесін беріп бүкіл салтанат жоқ дейді үйде қарамаған көшеге қарай қайтып келсе үйдің артында тез қарап бәкідей бүктеліп әкеме көз жасымды көрсетпейін деп солқылдап жылап берді. Сол әкесі көріп қалған кезде туған толық ауыр салтанат төлеген. Төлегеннің атын шығарып, салтанат менің атымды шығарып, мен төлегеннің атын шығарып, үшеуміз аман есен келе жатырмыз. Осы ұрпақ, осы күйді үйленсе салтанат соңыра, қазір ертерек көңіл толқыны, ақ жауынға. Енді ол үйлердің жағы ерге соқып, жеңірек болды. Арға ритм жағына. Және сенден әдем ойнап отырсыңдар. 80-84 жылдарда әкім оңды желді байды. Жамыздар таразыда шоу деген
Сіздің домбыраңыз қанша тұрады? Домбыра, болмайды, менің домбырам $1,000,000 тұрады. Романенко деген үлкен шебер мастер болған. Менде де сол кісінің бес-алты домбырасы болды. 92 жылы оны төлеген ұстап еді, қолды болып кетті. Республика сарайында Алматыда. Енді ол домбыраның үні радиода қалды. Бірақ әр домбыраның қазір 16 домбырам бар. Әрқайсының өзінің үні, өзінің ерекшелігі, өзінің бояуы, қоңырлығы. Қазақ айтады, қазақтың өзінің бояуы, қоңыр үн, қоңыр, әсем қоңыр, жолаушының жолды қоңыры, секеннің қоңыры деп келе береді. Әмкеннің, жұмекеңнің қоңыры. жұмекеннің қоңыры. Енді мен қазір уақыт, бәрімізде уақыт құтылды, баланы шаршатпайық. Кездесу болады дегенге дайындалды деп. Домбыраны мен бұл мектеп логикалық математикалық бағытта халықаралық мектеп. Бірақ та бұл мектептің ең басты ерекшелігі балалардың бойына құндылықты негізге енгізу домбыра. Әрбір баланы енді жаттанды кей жағдайда мен енді 38 жыл тәжірибем бар. Мемлекеттік мекемеде де жұмыс істегем. Осындайды көрмедім. Осы мектепке келіп, әр баланың домбыраға деген қызығушылығын ояту, жетуге болады. Бірақ және көріп отырсыз, әрі бірін-бірі алып келіп, қоңырау үзілісте отыра қалып, бір-біріне домбырасын ұстап жетіп жатады. Бұл әрине бұл оқушыларды тәрбиелеп жатқан ұстазы Әсетағаның еңбегі бар. Мысалы, бізде оқушы болып, мен балаларға айтамын, қай пәнді жақсы көресің, бұл мұғалімге етпейсің. Олардың барлығы домбыра ұстап, домбыра тартып кеткені әрине осы ұстаздың арқасы. Жылғы бұл домбыраларын мектебіміздің атын сонау Европаға дейін барып шығарып келді. Сол жақта бірінші орын алып келді, міне балалар отыр алдарыңызда. Бүгінгі сіздің бір сағат бөлген уақытыңыз бір өмірлерінде үлкен із қалдырады балалардың деп ойлап тұрмын. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғысымды айтамын. Мына болашақ жеткіншек ұрпақ көрсетуге болады, видеодан айтуға болады. Бірақ дәл өзіңіздей сұхбаттасып, сізге тікелей сұрағын қойып, сіздің шерткен күйіңізді тыңдау біз үшін үлкен мәртебе. Енді еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз, халықтың ықыласына бөлене беріңіз. Және айтып жатырсыз, ол күнде біз бұл ортада күйші, композитор, халық істеген адаммен кездесіп жатқан жоқпыз. Оны шын мойындау керек. Концертте бір театрға барса, бұндай сезім бола қоймауы да мүмкін. Бірақ та дәл қазіргі бір сағат өте пайдалы, әсерлі өтті деп ойлаймын. Сіздерге рахмет, бірге келіп, біздің мектебімізді де таныстырармыз, қазір уақыттарыңыз болса. Осы мектебімізге келген аяқтарыңыз құтты болсын. Кейін осы мектебімізден сізге ұқсаған әрине композиторлар шығып жатсын. Сонда бір айтып жатамыз, үлкен алғысымды білдіремін. Есім Қамшыға, Қалихан Қамбарбек. Маған бір материал болды. Мен бір ағыз бен ақиқат деген журнал шығарып алдым. Осы 7 сөйлі бір нөмір шығады, 3 нөмірі. Соған енді бұл жаңағы керемет кездесу болды. Осы жерде мүмкін болса, құттықтау болып бар екен, жақсы өткізіп болса, сол жаңағы ағыз бен ақиқат журналына берсек шығарсақ деймін. Негізінде, мен сол 21 жыл министрліктерімізде істедім. Қаржы саласында жоғарылау құрдастар. Енді жастарға менің айтатыным, бізде өнерді сол жақсы көрдім. Асықпарды ойнап. Төлеген Молбектің туысы, ең жақын адам. Айтып отырған қайда салтанат менің қарындасым мен інім. Бірақ олар көбісі жаңағы алдымызға салым аудандық жарыстарда бірінші орын келетінбіз. Сол кісінің құрметіне беретін. Мен айтатыным, мұғалімдерде жастар екен, бұл жерде енді жинаған тәжірибем өзімнің. Адам сол қол жеткізетін мақсат қою керек екен. Балалар, адам қол жеткізетін мақсат қою керек екен.
мен қалай да сол мақсатқа жетемін десе, ол адам сол мақсатқа жетеді екен. Министр боламын деп, мен қалай да министр боламын өзіңе сеніп берсең, өзің білмей қаласың. Сол уақыттан бастап минут сайын сен соңғы сантиметр кетіп бара жатқаныңды, кейін министр болмаса да сол қасында отырған адам болсын. Орта жағы деген өте дұрыс айтты, ғашық болу керек деп домбыраға. Ол әр нәрсеге де солай ғашық болу керек. Ол жігітке, жастарға қырық өнерде аңыз деген, білімде болу керек. Мынау жерде деген мектеп ол елімізге таңдалған мектеп. Менің Гүлнұр Мұхаммед деген қызым 9-шы мектепте сол қыздар сыныпты бітірді, биыл Еуразия қызметінде дипломын бітірді. Сол бұл жердердің балалары, қыздары өте дарынды балалар. Соны сіздер біліңіздер, соған лайық болыңыздар. Бұл енді жаңа ағайларымыз сіздерді жақсы тәрбиелепті, сол жаңағы ең жаңағы мамандықтың бірінші орында түрендісі бәрін сол мұғалім дейді ғой, ұстаз дейді ғой, сол Жапон елдерінде жаңағы елдерінде бірінші орында еш талассыз сол ұстаздан өте сыйлайды, рахмет. Мен ұстаздарымыздың атын жақсы екен. Сендерді ақтап, сіздерді Алла қаласа сол үлкен азамат, күйші азаматша болғандарыңызды көруді нәсіп етсін бәрімізге. Осы мектепке керемет риза болып отырмыз. Осындай ұжымның азаматтары, азаматшалары бірауыздарына жақсы жұмыстардан көрініп жатыр. Мектептерімізге табыстаймыз. Алдағы мақсаттарымызға жете беріңіздер. Сіздер досымыз жүзге келсін. Ол қазақтың жаңағы санаулы бұндай дарынды таланттар өмірге бірақ келетін адамдар бар. Сондықтан ол мойындаймыз бәрін, бүкіл ел мойындаған. Осы секен ағаларымыз сияқты үлкен дарынды бола беріңіздер. Секеге бірінші тоқын деп жүрміз, бірақ бір өлең жазып. Айналайын секенім, қазақ елі мекенің, сен жолы барына мақтаныш мен етемін. Домбыраңды шертесің, сазға қосып пердесің. Құдіретке Құдайдың ұйытасы пендесің. Күйге түсіп сарымен, күйзелесің жаныңмен. Ұшып бірде кетесің домбыраңмен, барыңмен. Қаласыңға тілдесіп, періштемен үндесіп, шыққан оның дыбысын алғандайсың күйесіп. Тағдырдан ба кейінің, құдіреті бар кейінің, терең кетіп тұңғиыққа кейін әрең сыйылдым. Аман болшы секенім, білем қазақ екенің, сен де тұлғауына риза туған мекенің. Нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Сол нағыз қазақ болып жүріңдер балалардар. Аман болыңдар. Мектебімізді емдеп, және ана жерде де зерделі деп жазылып тұр, әр нәрсесінде көріп тұрсыз. Бұған бір өлеңдеріңізді жазарсыз естелік қылып, бір уақыт кофеңізді ішерсіз, біраз зерделі мектебін есіңізге алып отырсаңыз. Дәмелемді сұрамақ берсе, алма деуші тұрардан деу қалай алмайсың? Иә, мәдәсілге өзі сау. Olmaydı. Ben özümde ертеде суретші болдым. Бала кезімде сендердің жастарында. Сол мен салған суретім ауданды көрмеде. Ана бір әдемі бір құстарды. Қызыл жасыл көпір. Айтып жете алмайтын. Сол көпке дейін көрмеде тұрды. Осы балалар ойында тұрды. Рахмет. Қазір түсіріп берем ғой бәрін. Ойбай долбырап кетінші пайда болмайды ғой енді. Бірақ енді өшіп барады шығар енді. Жерге. Бір-екі сурет болса жаңағы журналда.
Al al. Домбыраға шимал ете бергенде. Tez görеді. Жоқ, ата жоғары көтеріп жазбай қалады, төмен. Ал енді жаз. Zaman ver. Nasıl oynayacağız bunu? Hemen haklısın. Біріншіге барамыз ба, біріншіге? Нет, сөйтіп пе? Нет. Ух ты. Солай.